Сәлем достар, біз бүгінгі видеода қамырды осылай жұп-жұқа етіп жаюдың қыр-сырын үйренетін боламыз. Бұл видео жаңадан бастап жатқан қыздарға өте пайдалы болады деген үміттемін. Қамырды жаярдан бұрын қамыр 15-20 минуттай көлемінде демалған болуы керек. Сонда қамыр өте жақсы жайылады. Ең басты шарт осы. Одан кейін қамырды дәл осылай оқтаумен бірден басып жақсылап жаямыз. Видео сіздерге ұнап жатқан болса, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Қыздар, екінші айта кететін жайт, қамырды бастап жатқан кезде бірден оның формасын бұзып алмаңыздар. Қамыр қалай дөңгелек болып тұр, дәл сол формада бір қалыпты жая беріңіздер. Сағат тіліне қарама-қарсы. Негізі сағат тіліне қарама-қарсы немесе сағат тіліне қарай деген қағида жоқ. Ең бастысы өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Үшіншіден айта кететін болсақ, мен өзім баста үйренген кезде көрген видеоларымда ортасын баспай, тек шет-шетін ғана басып жаю керек деп. Жоқ, ондай емес. Бастысы сіздің оқтауды ұстауыңызда және сіздің өзіңіздің тұрысыңызда. Сіз оқтауды ұстаған кезде екі аяқ теңбе-тең тұру керек. Сонда бір жаққа қарай салмақ түспейді, тек екі жақты бірдей ұстауыңыз керек. Ал төртіншіден айта кететін болсақ, қамырдың тегіс болып жайылуы, ортасы жұқа, шеті қалың болмау үшін сіздің қолыңыздың салмағы ғана керек. Сіз денеңіздің салмағын қосып оқтауды қатты басқан сайын, оқтаудың шет-шеті үлкен болып жайылып кете береді. Ал егерде дененің салмағын қоспай, тек қолдың салмағымен қатты баспай, жеңіл жаятын болсаңыз, қамыр өзі үлкейіп бара береді. Мына видеода байқасаңыздар, баста сағат тіліне қарама-қарсы айналдырған болсам, одан кейін үлкейген сайын сағат тіліне бағыттап қамырды айналдырып жайып жатырмын. Өйткені менің ыңғайым соған келді. Негізі қамыр жайған кезде өздеріңіздің, айта кеттім ғой жаңа, өздеріңіздің қалауларыңызбен өздеріңіздің қолыңыз қалай үйренеді, солай жасағандарыңыз дұрыс. Өйткені біреу былай жасауы мүмкін, біреу былай жасаса екен деп, соның қайталаудың қажет жоқ. Өйткені қамырыңыз онша емес болып қалуы мүмкін. Қыздар, сосын қамырды енді жайып үйреніп бастаған кезде қамырды кішкентайдан бастап жайыңыздар. Себебі үлкен қамырды бірден сіздер ептей алмай қаласыздар. Ол үлкейген сайын, үлкен қамыр болған сайын сіздің икеміңіз келмейді. Қамырды жаюда тағы бір шарт, ол қамырдың ортасына қатты қолды алып бара бермеу керек. Егерде алып барған жағдайда да ортасына қатты салмақ түсірмей, бір ғана жеңіл шелпі басып өту керек. Сол қағидаларды ұстансаңыздар, қамырыңыз әп-әдемі болып шығады. Қыздар, осы видеода мен барлық сырын үйреттім. Өзім қалай үйренген болсам, дәл солай айттым. Егерде видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.